Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Біз үшінші дәрісімізді жалғастырамыз, яғни 5-ші бөлімге келдік. Бізде алдында тоқтала кеткендей, құрылысқа арналған инженерлік ізденістердің құны, яғни бізде 9-шы бөлімнің ережелеріне сәйкес анықталады. Қаражат 6-шы және 7-ші бағандарда көрсетілген. Техникалық экономикалық негіздемеде құжаттаманың құнын, яғни әзірлеу құны 10-шы бөлімге сәйкес анықталады. Қаражат 6 және 7 бағандарда көрсетілген. Техникалық экономикалық негіздемені және жобалау сметалық құжаттаманы қарау құны құрылысқа жобалардың кешенді ведомстволық емес шолуды, сондай әртүрлі деңгейдегі аумақтарға арналған қала құрылысы жобалардың кешенді қала құрылысы шолуын жүргізу бойынша жұмыстардың құнын анықтау ережелеріне сәйкес анықталады. Шоғырландырылған сметаның бірінші бөлімінде жобалауға арналған қаражат осы тәртіптің талаптарына сәйкес жүргізілген. Есептеулердің нәтижелері, яғни қаражаттың стандартты шегі негізінде ескеріледі. Сатып алудан кейінгі жұмыстар мен қызметтердің жеткізушілермен жасалған келісім-шарттар бойынша жоба алдындағы жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстардың құны шоғырландырылған сметаға кірмейді. Яғни бұл тәсіл жобалардың әртүрлі ерекшеліктерді ескере отырып және құрылыстың әртүрлі кезеңдері мен бөліктері бойынша қаражаттың дәл бөлінуін қамтамасыз ете отырып шығындар сметасын егжей-тегжейлі және тиімді құрылымдауға мүмкіндік береді. Құрылысқа арналған шоғырландырылған шығындар сметасында екінші нысанда көрсетілгендей шығындардың сметалық құнын құрылыс құнының элементтері бойынша бөлінуі бар қорытындылар көрсетілген. Яғни 4-7 бағандарда шоғырландырылған шығындар сметасы әрбір бөлігі үшін екінші бөлімде әрбір тарау үшін, егер тарауда бөлімдер болса, әрбір бөлім үшін болжамды пайда мен күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат есептелгеннен кейін 1-ші 7-ші және 1-ші 8-ші тарауларға бойынша қорытындылар. 1-ші 3-ші бөлімдердің қорытындылары негізінде қосылған құн салығынан кейін шоғырландырылған шығындар сметасы бойынша қорытынды. Шоғырландырылған шығындар сметасында 1-ші бөлімде техникалық экономикалық негіздемені әзірлеуге, жобалау іздестіру жұмыстарына әлде техникалық экономикалық негіздемені және жобалау сметалық құжаттаманы қарауға арналған қаражат кіреді. Яғни құрылысқа арналған инженерлік ізденістердің құны 9-шы бөлімнің ережелеріне сәйкес анықталады. Және де біріктірілген сметаға жобаның әрбір кезеңіне сәйкес келетін құрылысқа кезеңдері мен әртүрлі ескерілетін нақты тараулар кіреді. Екінші тарауға сәйкес қаражат бөлу. Қаражатты бөлу кезеңінде құрылысты аяқтау үшін қажетті құрылыс жұмыс түрлері мен шығындарды ескеру маңызды. Яғни бұған тікелей құрылыс жұмыстары да, жобалау шығындары да, уақытша құрылымдар, коммуналдық қызметтер және басқа да қосымша элементтер кіруі мүмкін. Әрбір тарау салынып жатқан жобалардың ерекшеліктеріне байланысты кіші бөлімдерге немесе шығын санаттарына бөлінуі мүмкін. 3-ші бөлім бойынша топтастыру. Егер бірнеше нысанды қамтитын бірнеше аяқталған өндіріс немесе кешен түрлері болса, бір тарау шеңберіне қосымша топтастыру қарастырылуы мүмкін. Бұл топтастыру атаулары тиісті өндіріс немесе кешен атауларына сәйкес келетін бөлімдер бойынша жүзеге асырылады. Мысалы, құбыр төсеу, коммуналдық желілерді орнату, көне көгалдандыру және тағы басқалар сияқты. 4-ші тарауға энергетикалық нысандар. 5-ші тарауға көлік және байланыс нысандары кіреді. 6-ші тарауға сыртқы сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау және газбен жабдықтау желілері және құрылымдары сияқты. 7-ші тарауға абаттандыру және көгалдандыру. 8-ші тарауға құрылысты ұйымдастыру және басқару шығындары. Егер тиісті тарауда көрсетілген нысанда жұмыстар мен шығындар жоқ болса, бұл тарау келесі тараулардың нөмірлерін өзгертпестен өткізіп жіберіледі. Тараулардың құрылымы мен сызықтық құрылыс жобалары және басқа да мамандандырылған құрылыс түрлері үшін шоғырландырылған сметаның тараулары арасында қаражат әрбір бөлу нысанының түрімен ерекшеліктеріне байланысты. Яғни құрылымды
құрылымды қалыптастырудағы негізгі мәселелер: бірінші, тарау құру, сызықтық құрылыс жобалары және басқа да мамандандырылған нысандар, мысалы инфрақұрылым нысандары, көпірлер, жолдар, туннельдер және тағы басқалар сияқты. Тарау құрылымы осы нысандардың бірегей сипаттамаларының, соның ішінде техникалық ерекшеліктеріне орналасқан жерін, жұмысты бөлуді көрсету керек. Бұл шығындар түрлері де бөлек жолдар ретінде көрсетіледі. Олардың құнын көрсетеді. Бұл негізгі шығындар сметасында қамтылмаған барлық қосымша шығындардың нақты шолуын жасауға мүмкіндік береді. Осылайша шоғырландырылған шығындар сметасы құрылыс құнының толық көрінісін береді. Шығындар сметасы құжаттамасының барлық деңгейлерінен ақпарат жинайды. Құрылыстың барлық аспектілері бойынша есептеулердің дәлдігі мен толықтығын қамтамасыз етуге көмектеседі. Шоғырланған шығындар сметасында қаражат келесі бөліктер мен шығындар арасында бөлінеді. Бірінші бөлім жобалау, екінші бөлім құрылыс, үшінші бөлім инженерлік қызметтер, қосылған құн салығы. Шоғырланған құрылыс құны сметасы екінші бөлімде қаражат келесі тараулар арасында бөлініп отырады. Бірінші тарау: құрылыс алаңын дайындау. Екінші тарау: негізгі құрылыс нысандары. Үшінші тарау: көмекші және қызмет көрсету нысандары. Шоғырландырылған шығындар сметасы келесі негізгі элементтерді қамтиды. Бірінші, жеке нысандардың сметасы мен есептеулердің жалпы сомалары. Екінші, шығындардың жеке түрлері бойынша шығындар сметасы бойынша жалпы сомалар. Нысан сметасында көрсетілмеген шығындар түрлері бойынша шығындарды есептеулерді қамтиды. Мысалы, құрылысты ұйымдастыру, жобаны басқару сияқты және тағы басқалары. Яғни мұндай жағдайларға коэффициенттері қолдану қиын және жағдайларға іске асу жұмыстарына қажетті нысандарды дәлірек есептеуге мүмкіндік береді және шығындар сметасының объективтілігін қамтамасыз етеді. Бұл коэффициенттерді жобада негізделіп бекітілуі керек. Сонда тапсырыс беруші мен мердігер және басқа да мүдделі тараптардың нақты шығындардың деңгейлерінің сметаға неліктен енгізілгенін түсіне алады. Яғни іске қосу жұмыстарының сметалық құны шоғырландырылған сметада бөлек бап ретінде көрсетіліп отырылады. Бұл нысанды іске қосу құнын есептеген кезде бөлек шығын элементі ретінде қосуға мүмкіндік береді. Яғни алаңды дайындау және нысанды іске қосу үшін шоғырландырылған сметада іске қосу жұмыстарында арналған бөлек бап тек іске қосу жұмыстарымен байланысты шығындарды дәл көрсетуге көмектеседі. Оларды құрылыс пен монтаждардың басқа кезеңдерінен бөліп отырылады. Яғни осымен біздің 5-ші дәрісіміз аяқталды. Қауіпсіздік сұрақтары көрсетілген, ұсынылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.